үйіңізді сносқа беріп тұрмыз дейді. Қайда тұрасыз? Самовольный постройка дейді. Сноска кетірсе. Қайда тұратын жерім жоқ бұл. Қайда тұрамын мен? А мен қалай соттаса аламын? Ол целый ресурс. Астана қаласының әкімдігімен мен соттасуым керек. Мен ол әкімдікпен соттаспақты күнімді көріп алайын, мен бала шағам бағып алайын мен. Уақытша шатыр жауып қойғам. Жаңбыр қар жауса, яғни судың астында қаласыз ба? Қардың астында, судың астында? Иә, енді не істеймін мен? Қайда қаламын мен? Ат жөнім Айкеев Хамзи Абдрахимович болады. Осы Көктал ауданында саяжайда тұрам. 2013 жылдан бастап 2014 жылға дейін бөліп төлеуменен осы жер учаскесін алған болатын. 10 жылдан асық осында тұрам. Осы жер учаскесінде басында времянка салып көшіп келгенбіз. Сонан соң жаңағы поэтапно дейміз ғой, жаңағы кезең-кезеңмен кредит алып, үйімізді үлкейтіп, сосын ішіне жаңағы жағдай жасап, енді балаларымыз бар, несовершеннолетний балаларымыз бар, соларға жағдай жасап, өзімізге жағдай жасап, ішіне аристон, жаңағы жуынатын, шайынатын жағдайларын бәрін жасап, солай өзіміз күн көріп жатқанбыз осында. Бірақ енді ол кезде басында салған жаңағы нелер, времянкілер қазіргі таңда астынан сырыс, жаңағы бұл жердің ылғалдылығы көп. Дәл мына тұрған жерімізді 1 метр, 1,5 метр қазатын болсақ, су шығады мына жерден. Ылғалдылығы жоғарыда, бұл жерде сырыс көтеріп кетіп жатыр. Содан өзім бала шағам ауыра берді, өзім бастап прибрит болып қалдым. Сосын бала шағам ауырды. Сосын дәрігерлер айтты маған, сіз үйіңіздің благоустройствосын дұрыстамай, сіздің балдарыңыз жазылмайды. Енді әрмен қарап баратын жер, қазір бронхальный астмада тұр. Енді әрмен қарап баратын жер туберкулез болып қалады, ауырып қалады. Сіз бірінші үйіңіздің условиясын дұрыстаңыз деп. Сонан соң әкімшілікке бардым, мына жер сносқа кетеді ма или қалады ма? Архитектураға барыңыз деді. Архитектураға бардым. 2035 жылға дейін снос не планируется? Благоустроить етіп, жағдайыңыз жасап ала беріңіз деді. Ол кезде әкім күлген болатын. Сізге біреу тиісіп жатыр ма? Енді үй салуға маған құжат, қандай құжат бересіздер десем, сізге біреу тиісіп жатыр ма? Жоқ, тиісіп жатқан жоқ. Енді қалаған үйіңізді, главный өзіңіздің территорияңызда благоустроить етіп салып ала берсеңізші енді. Сізге кім қой дейді оған? Құжаттандыра алмаймыз біз, ол садоводчество. И тиісе алмаймыз да, сіздер садоводчество тұрып жатсыздар, кінәларыңыз жоқ, сіздің қаражатыңыз жоқ. Мен айттым, қаражатым жоқ, благоустроенный квартира алатын қаражатым жоқ. Бірақ өзім құрылыспен айналсам, қарапайым жұмысшымын дедім, қарапайым жұмысшымын, құрылыспен айналсам, сала аламын, қолымнан келеді үй салу. Онда үй салу қолыңыздан келсе, бірақ өзіңіздің жеріңізге салыңыз, біреудің жеріне салып қойып, ертең дау болып жүрмесін деді. Жарайды деп үй жерімді қайта сызғыздым әкеп БТ-дан өлшеткізіп, сол жерімнің өлшемінде сонымен тұрғын үй салғам осындай. Ол сала бастаған міне құрылыс компаниясы мына жетіген 2018 деген. Жаныңызда тұрған не көрсетіңізші құрылыс компаниясын? Құрылыс компаниясы мына ЖК Легенда деген, ПСК Клен деген. Осы кісілер тоқтаусыз жаңағы менің үстімнен арыз жаза бастады. Жаңа не по целевому использовать земельный участок деп. Нысаналы мақсатынсыз жер телімін пайдаланады деп. Енді жаңағы земельный инспекторына айтып түсіндірем ғой, сіз онсыз да біліп тұрсыз садоводчество тұрғанда. Мүлік ретінде үйіміздің тіркелмейтінін де білесіз. Енді оған неге тексеріс ашып тұрсыз? Прокуратурамен печатын басып кәдімгідей алып келген маған. Сөйтсем кешіріңіз, бізге аудандық әкімшілік жазып тұр дейді да міне. Әкімнің орынбасары, Сарыарқа ауданы әкімнің орынбасары Томаш дейді. Заместитель акима района Сарыарқа мін. Томаш дейді. Енді жазған отношениесін сізге оқып берейін қысқа фактісі. Сарыарқа ауданында мына земляничный 101, кадастровый номер, целевым назначением индивидуальное строительство дейді. Данный факт может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью человека, окружающей среды и законным интересам физических и юридических лиц государства. В соответствии с статьей 144 пункт 1 прим. 3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
Просим вас провести внеплановую проверку и принять меры административного воздействия согласно Кодексу Республики Казахстан об административном правонарушении и иные меры, предусмотренные Земельным кодексом Республики Казахстан. Дейді. О принятых мерах просим проинформировать аппарат в установленном законным сроком. Дейді. Заместитель Акима района Сарыарқа Е. Томаш. Дейді. Берген жауабы, иә? Я жоқ, берген жауап емес. Бұл земель жер қатынастары басқармасына нысаналы мақсатын тексеру туралы қатынас хаты әкімдіктің жазып тұрған. Енді Осыдан кейін жер қатынастары мен үй жайыма барлығына проверка ашады. Одан бөлек міне то жетіген дейді. арызданушы. Арызданушы. Управление качествоға жазады. Міне то жетіген. Просим считать самовольной постройкой расположенный дом по улице Земляничная 101, наш кадастровый номер. Просим сносить, дейді. Міне обращениесі. Управление гаскіге. Управление качества. Гаскы ғой енді бұрынғы. Осының нәтижесінде енді жер қатынастар басқармасы Что өз может кезегінде привести к угрозе жизни и здоровью людей, дейді ғой. Иә. Өстіп жазып қойып Сол бір ғана статья бар ғой. Где я могу угрозу привести? Қай жерде мен адамның өміріне қауіп төндіріп тұрмын? Мен үйім кімнің өміріне қауіп төндіріп тұр? Айтыңызшы соны. Енді абсурдно ғой. Бірақ құжаттарыңыз бар, иә? Иә, құжаттарым бар. Енді Дачаның тексеріс жөнінде айтып кетейін деген. Тексеріс жөнінде айтып кетейін деген. Өз кезегінде тексеріс жүргізіп, қолыма предписание береді. Мына үй жайыңызды, тұрғын үйіңізді заңдастырыңыз дейді. Заңдастырмасаңыз біз тексеріп келе береміз дейді. Штрафтар үлкен, сразу түсіндіріп айтайын. Соттың шешімімен сізге штраф салынады. Соттың шешімімен сізге штраф салынады. Ол салған штрафтардың бәрін төледім. Қанша штраф салды? Өз кезегінде. 600 мыңға жақын штраф салды. Бір рет қана ма, әлде тағы да салды ма? Жоқ, бір рет земельный инспекция салды. Қанша салды? 200 мыңға жақын салды. Сонан кейін 76 мың, қысқасы миллионға жақын штраф төлеп тастадым ғой. Газге төледім штраф и жаңағы земельный инспекцияға төледім. Жұмыс жасайсыздар ма өздеріңіз? Мен өзім құрылыспен айналсам, келіншегім үйде бала бағады. Қанша бала шағаңыз бар? 3 балам бар, несовершеннолетний. Қазір міне 2024 жылы дүниеге келді сентябрьде. Осы сентябрьде, осы қыркүйекте 1 жасқа толды. Ең кішім. Үлкенім мектебі оқиды. Айлығыңыз қанша? Жалақым 300 мыңдай. Бірақ енді мен жұмыс жасап бала шағам Пәтер жоқ Астана қаласында, иә? Жоқ, бұл жалғыз баспанам мен. Жалғыз баспана. Басқа жерде тұрған жайым жоқ. Дачада, саяжайда тұрғаныңызға біраз жыл болды, басқа баспанаңыз жоқ. Жоқ, басқа баспанам жоқ. Енді өзіңіздің отырған баспанаңыздан қазір айырылайын деп тұрсыз ба? Иә, айырылайын деп тұрмын. Енді міне гаскінің тексерісінің нәтижесінде штрафтардың бәрін төледім. Гаскінің басқармасының басшысы Ғани Жарасұлына барып айттым, міне штрафтарыңыздың бәрін төледім. Енді осымен мен жайыма қоясыз ба, мен бала шағам бағаланба, осы жерде тұра алам ба десем, сіз штрафты төледіңіз, құқық бұзушылық нәтижелерінің бәрі бар, протоколдарыңыздың бәрі бар. Енді біз сізге тиіспейміз, шаруаңыз жасай беріңіз, бала шағаңыз баға беріңіз, жұмысыңыз жүргізе беріңіз дейді. Сонымен енді құтылдым ғой дедім да, өйткені кредит оформить еткен. Жұмысқа шықсам, бір ай өтпей соттан уведомление келіп тұр. Қарайым, сөйтсем, үйіңізді сносқа беріп тұрмыз дейді. Қайда тұрасыз? Самовольный постройка дейді. Сносқа кетірсе. Қайда тұратын жерім жоқ бұл. Қайда тұрам мен? Сотқа бардым, дәлелдемемді айттым. Пропискаңыз бар ма? Пропискаңыз? Пропиския, бала шағам өзім бәріміз осы жерде тіркеліп тұрсыз. Осы жерде тіркелгенбіз. Яғни дачаның өзіне сізде құжат бар. Иә, міне заңды құжатыңыз бар. Заңды құжат міне. Камераға көрсетесіз бе заңды құжатыңызды? Міне договор купли-продажи. Договор купли-продажи. Паспортыңыз бар, иә? Так. Земельный акт. Земельный акт бар ма? Вот земельный акт. Енді садоводчество ғой несі. Целевое назначение.
земельный актым бар. Сізде енді земельный актыңыз Сосын бар, құжаттарыңыз бар. осылай осындай құжат береді, жана БТИ дейміз ғой, жылжымайтын мүлік басқармасы. Міне осындай технический құжат береді. Міне мөрленген барлық нелері бар. Бірақ бұны мүлік ретінде тіркемейді бұны. Тіркемейді. Көрдіңіз бе? Міне мүлік ретінде тіркемейді бұны. Бірақ сызып береді. Қанша шаршы метр, неден салынған жазбайды енді. Неше бөлме бар, қай бөлмеде қандай квадратура бар, барлығын сызып береді. Бірақ бұны мүлік ретінде тіркелмейді. Неге? Өйткені жердің нысаналы мақсаты сәйкес келмейді дейді. Енді біз оны сәйкестендірейін десек, оны сәйкестендіріп бермейді бізге. Рұқсат бермейді. Міне әкімге жолдадым өтініш хатымды. Міне отказ берді маған. Отказать изменение целевого назначения. Жолдасым атына тіркелген барлығы. Енді осы актыны мен сот арқылы дәлелдеп бұзуым керек екен. Мен айтамын, сіздер келіспесеңіз сотқа беріңіз дейді. Мен қалай соттаса аламын? Ол целый ресурс. Астана қаласының әкімдігімен мен соттасуым керек. Мен ол әкімдікпен соттаспақты күнімді көріп олайым, мен бала-шағам бағып олайым мен. Міне өткен жылы 2024 жылы декабрьде проверка ашты. Строительный монтажный жұмыс тоқтатып тастады. Бас жабылмадым мен, шатырым жабылмады. Жабатын болсам штраф салам сізге дейді. Енді ана жаңбыр, қар түссе, қалай сіздер сақтанасыздар енді? Қалай сақтанамын? Мен временно былай жауып қойғам, бұл жел ұшырып кетсе, мен білмеймін не істейтінімді. Уақытша жауып қойғам, уақытша шатыр жауып қойғам. Жаңбыр, қар жауса, яғни судың астында қаласыз ба? Қардың астында, судың астында? Иә, енді не істеймін мен? Қайда қалам мен? Уақытша жауып қойғам, бұл ұстайды ма, ұстамайды ма? Строительный монтажный жұмысты официально тоқтатып тастаған. Өткен жыл декабрьден бастап. Егер рұқсат бергенде мен жазымен салып бітіріп алатын едім. Даже қазір рұқсат берсе де, қар жауып, тас жауып тұрса да, мен өзім интересімде ол баспанамның шатырын жауып алуым. Үкіметтен басқа ешқандай, сіз өзіңіз үкіметтен көмек сұрадыңыз ба? Сұраған жоқпын. Сұраған жоқпын. Үкіметтен көмек сұраған жоқпын. Өздеріңізбен өзіміз самозанятый қамтамасыз етеміз. Қамтамасыз етіп үкіметтен үй жай алған жоқпын. Сұраған да жоқпын. Үкіметтен жер телімін сұраған жоқпын. Өз еңбегіммен сатып алдым. Арзан сатып алдым, ол кезде бұл жер ешкімге керегі жоқ. Соның өзінде де сізге жолдың бойында көрінетін жерге түсіп тұр да, сосын өкімет маған тыныштық бермей жатыр ғой. Соның өзінде де сізге қазір енді өзіңізбен өзіңіз күніңізді көріп отырсаңыз да, өзіңіздің жеріне, яғни басқа бір компанияның жекеменшік құрылыс компаниясы сіздердің жерлеріңізге көзін түсіріп тұр ма? Бұл жерге не бір нәрсе салайын деп тұр ма ол кісілер? Иә, енді мына құрылыс компаниясы мына жилой комплексті салды. Соған енді былай қарағанда кедергі жасап тұрмыз ғой біз. Яғни бұл жер ол сол строительный құрылыс компаниясына керек болып тұр ма? Енді көріп тұрсыз ғой, қатынас хаты міне жетіген, міне жетіген жазып тұр қатынас хатым. Иә. Қазіргі уақытта мына земельный инспекция, гаска осы строительный компанияның қол шоқпары болып тұр ғой, былай қарағанда. Құжатпен дәлелденіп тұр. Иә, мен өз кезегінде соттасып жатырмын, өзім құқығымды дәлелдеп жатырмын, бірақ тыңдап жатқан адам аз. Қазір мына жеріңізді қай жерде тұрдыңыздар, соның бәрін көрсетесіз ба? Қанша мына жерде? Жер, жүріп көрсетіңізші өзіңіз. Осы жерден мына жерге дейін. Міне бұрынғы тұрған времянкамыз көрсетейін. Братан, шамалы, ары кетесің бе өтініш? Кетесің бе өтініш? Міне мына бұрынғы тұрған времянкамыз. Міне көріп тұрсыз ба, фундамент кіріп кеткен. Қаражат жоқ кезде салғанбыз ғой. Міне утепление жаса, басқа жаса. Міне. Жаңа орыстар айтады ғой, плесень дейді ғой, көрдіңіз ба? Мынандай болып кетіп жатыр. Тұруға мүмкін емес та, міне тұруға, көрдіңіз ба? Міне қараңыз. Міне фундамент мынадан кіріп кеткен. Жерге кіріп кеткен дейсіз ба? Жерге кіріп кетіп тұр, міне. Жерге кіріп кетіп тұр, көрдіңіз ба? Сырыс тоқтамайды, бала-шаға ауыра береді. Осыны дұрыстап тұрғын жай салып алайын десем, соны бұзуға беріп тұр ғой. Гаскың соты болды, сносқа берді үйді. Сотқа барып қатыстым, бала-шағамен барып қатыстым. Айтам енді, сіздер мына үйді сносқа беріп тұрсыздар. Мен қайда тұрам? Сөйтсем судья айтады,
сізге арыз түсіп тұр дейді. Қараусыз қалдырамаймын бұл арызды. Сізді жильосыз қалдыруға тағы да болмайды. Керекті құжаттарыңызды алып келіңіз, заң аясында қараймыз деп. Керекті құжаттарымды алып бардым, экспертиза өтеді. Экспертизаның өзі 740 мың тұрады екен. Оны төледім, кредит алып төледім. Не істеймін енді, өзім интересімде. Өз кезегінде айттым судьяға, енді мен кімнің құқығын бұзып жатырмын бұл жерде? Өз қолыммен салдым, мен я сам себе не враг, өз қолыммен салдым құрылысты. Бала-шағаммен тұрамын ғой, мен біреу тұрмайды ғой жерде. Қалай мен өз қолыммен ол құлайтындай аварийный үй саламын? Аварийный үй салмаймын мен. Заңдастырып беріңіздер, өтініш. Тыңдап, Гаскінің жаңағы талап арызын қайтарды. Негізсіз деп. Ешкімге угроза создавать етпейді. Строительная норма, бар. Кейбір жерде шамал қисық кеткен, кейбір жерде недокладына жаңағы сылау керек, жаңағы басқа қылу керек, сылағы түсіп қалған, упорлар орын ауыстыру керек деген сияқты сондай нелер дополнительно жаңағы армировать ету керек, нету керек деп сондай ұсыныстар берді. Но бірақ енді ол аварийный үй емес қой, көрдіңіз ба? Сөйтіп Гаскінің талабын қайтарды. Енді Гаска қайтадан апелляцияға беріп тұр, көрдіңіз ба? Апелляцияңыз бүгін болады, яғни? Апелляционный сот бүгін болмайды. Бірақ беріп тұр апелляционный сотқа. Апелляционный инстанцияға беріп тұр. Жақсы. Мына үйіңіздің крышасын неден көріп тұрық? Уақытша жабылған ғой. Іштен жабылған. Іштен жабылған. Ана төбесін жапқызбады сіздерге. Жапқызған жоқ. Строительный монтажын жұмыс тоқтатып тастады. Мынау Қараменде би деген көше. Осылай келеді, мына жер коттеджный городок міне. Мына жерде Бозбиік дейді, Қызыл Кеніш дейді, Ақбөкен дейді. Міне мына жақта ЖК баспана дейді міне. Мына жерлер. Осы көше мына жерге келіп тоқтайды. Гравий дейді, міне. Осыдан кейін міне 900 метрден кейін 10 минуттық жол міне. Точка Адан точка Б-ға дейін. Мына жер дачный массив. Дачный массивтің ортасында коттедж тұр. Осы коттеджге кәдімгі ИЖС-дің нөмірін беріп қойған. Қараменде би көшесі мына жақта болса, мына жерге Қараменде би көшесінің адресін беріп қойған. QR кодымен. Яғни сізге берген жоқ, басқа бір кісілерге берді деп отырсыз ғой. Енді сонда бізде выборочный беріледі ма? Бұл жаңағы саяжайға жаңағы ИЖС, индивидуальное жилье. Кімге біреуге положено, біреуге не положено. Бұны қайдан алдыңыз мынаны? Карта ғой бұл. Ол кісілердің коттеджге құжатты алғанын қайдан білдіңіз? Жоқ, көшеде адрес жазылып тұр ғой. Адресі мен өзім таң қалдым. Қалай бұл дачаның ортасында коттедж салуға? Қараменде би көшесі деп. Мына жақта жол ремонт болып жатты да, сол дачаның арасымен жүргем. Сөйтсем көз алдымда тұр. Бұл туралы земельный комитетке барып сұрақ қоймадыңыз ба? Гаскіге? Жауап бермейді. Архитектура земельных отношений жаңағы жазылып, Ильяс Бақтияр деген жігіт қабылдады мен. Мен айтам, дачаның ортасында осындай фактілер бар ғой. Бұдан басқа 3 дүкен бар осы атрапта, осының несінде, төңірегінде, осы ауданда. Соседний көшелерде міне. Полевая деген сол жерлерде. Мен айтам, мына дүкендерге тексерсек, бұл коммерческий ғой. Целевое назначение. Менде де дүкен бар, магазин у дома. Осының целевой назначениесін өзгертіп берсеңіздерші бізге. Күніміз көрейік, салығымыз төлеп отырмыз, өзіміз самозанятие жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Өкіметке біздің пайдамыз тиіп жатыр, зиянымыз тиіп жатқан жоқ. Қайыр тілеп отқан жоқпыз, жұмыс тауып бер деп жатқан жоқпыз. Көмек сұрап отқан жоқпыз. АСП төле деп айтып жатқан жоқпыз. Көмектессеңіздерші сіздер, мынаны заңдастырып берсеңіздерші. Біз көбірек салық төлейміз мынадан. ИЖС-ке ауыстырып беріңіз тұратын жерімізді. Бизнес жүргізіп отқан ұсақ сауда ғой енді. Бала-шағам жазымен демалмайды, каникулда осы жерде еңбек етеді. Мынаның бәрін жинайды, тазалайды, қояды орын-орнына. Әйелім бала бағумен айналысады, міне дүкенде отырады, дүкенде отырып баласына қарап отырады. Күн көру керек. Мен өзім құрылыста жұмыс жасаймын.
Соны Ильяс Бахтияр деген жігіт жаңағы архитектураның орынбасары, бастығының орынбасары. Маған айтады, бұл жерлердің дейді, ПДП-сі сәйкес келеді екен, біз оны ауыстырып бердік дейді. ИЖС-ін ИЖС-ке, дүкенін дүкенге дейді. Сіздің ПДП-ңіз сәйкес келмейді дейді. Айны қалай сәйкес келмейді? Постановление правительства, өкіметтің қаулысы тұр. 33-ші қаулы тұр, 33-ші қаулыда көрсетіліп қойған. Мына жерде генплан бойынша пландалған екен, многоэтажный паркинг деп. Өкіметтің қаулысымен 2024 жылы өкіметтің қаулысымен отменить етіліп, жойылып, қаланың әкімінің қаулысы. Под жилую застройку деп, под жилую зону деп табылған, жилой зона деп табылған. Қаулысы тұр менде бар мына жерде. Үкіметтің қаулысы 33-ші қаулы 2024 жылы шыққан. Соны көрсетем ғой. Бұл сұрақты сіз маған қоймай қойыңыз дейді. Кешіресіз дейді. Не істеуіміз керек енді? Біз не істеуіміз керек? Айтыңызшы. Бүкіл құжаттар, талабымыз бәрі заңды. Қазір административный суд дейді ғой, сода неде тұрмыз? Қаулының күшін жою туралы. Сот процесінде.